Мия сені бастық шақырып жатыр. Не үшін шақырып жатыр? Ол жағын білмеймін, сені шақырып жатыр, тез келсін деді. Жұмысыңды қазірше қоя тұр. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, Мия? Қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Менде де бәрі жақсы. Не себепті шақырып едіңіз? Себебін сенің жұмыс уақытың біткеннен кейін айтамын. Қазірше боссын, жұмыс уақытым қашан бітеді, сол кезде маған кел. Соны айтып қояйын дедім. Жарайды. Не себепті ол мені жұмысымнан кейінгі уақытта айтып жатыр? Мен бір нәрсе білдіріп қойған сияқтымын. Сол үшін шақырып жатқан сияқты. Жарайды, көре жатырмын да. Мен жұмыс уақытым аяқталды, енді мен бастыққа баруым керек. Не айтады екен? Сондай қорқып тұрмын. Мия, сен келдің бе? Келдім. Жалпы, Мия, сен маған бұрыннан ұнайсың. Және мен осыны ұзақ уақыт бойы айта алмадым, және мен саған бүгін айттым. Сен менің әйелім боласың ба? Мия, сен негізі мені ұнатасың ба? Иә. Ода болса, ертең біздің тойымыз болады. Той? Иә. Сен ертеңнен бастап менің әйелім боласың. Жарайды. Олай болса, ертеңге дайындалай бер. Жақсы. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Мия, және өзім туралы қысқаша ақпарат беріп кетсем. Мен қазіргі таңда үлкен бір компанияда еден жуушы болып жұмыс істеймін. Және менің балалық шағым онша тәтті болмады. Себебі мен ата-анамнан ерте жасымда айырылғанмын. Және мен балалар үйінде өскенмін. Қазірге айтатыным бар ақпаратым осы. Әрі қарай не болатынын көрсеңіздер болады. Қарындасым, қалайсың? Кішкене жақсы болып қалдың ба? Жоқ, аға, түк өзгеріс жоқ. Сол баяғыдай. Әлі де өзгеріс жоқ па? Жоқ, менің ауруым бір күннен-күнге күшейіп келе жатқан сияқты. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Сен әлі-ақ жазылып кетесің. Солай болса ғой. Айтпақшыдай, мен бүгін үйленемін. Не, бүгін үйленесіз бе? Бірақ мен дайын емеспін ғой. Мен көйлектерім ешқайсысы дайын емес. Қорықпа, қарындасым. Біздікі бір шағын ғана болады десек те болады. Шағын ғана ма? Иә, тек өзара болады. Сонда ол қыз кім? Ол менің компаниямда жұмыс істейді. Қандай қызметте? Еден жуушы. Және ол біздің отбасымыздың бір мүшесі болады деп үміттенемін. Құттықтаймын, аға. Рахмет. Енді мен сені көп мазаламай-ақ қояйын. Мен бара берейін. Иә, мен демалайын.
Енді бұл сенің жаңа үйің. Осыма менің жаңа үйім қандай үлкен. Иә. Жүр кеттік. Мен саған бөлмелердің бәрін көрсетіп шығайын. Жарайды. Мінеки қара, бұл ас үйі. Бұл жерде аспазшы тамақ дайындайтын болады. Яғни біздің үйде аспазшы бар. Сен тамақ істемеуіне болады. Бірақ өзің істегім келеді десең, осы жерде келіп істей бересің. Түсінікті ме? Иә, қандай әдемі. Жүр. Келесі бөлмелерді көрсетіп шығайын. Мінеки, бұл жер бізде қонақ бөлме. Қандай үлкен бір стадиондай ғой. Иә. Мінеки. Және осы жерде сен отырып демалуына болады. Бірақ сен маған ескертпей еш жаққа кетіп қалма. Тайны сен таппай жүрмейін сен іздеп. Жарайды. Жүр, келесі бөлмелерді көрсетейін. Мына жерде лифт бар ма? Иә, лифт бар. Бұл менің үйім 3 қабатты. 1-ші қабат, 2-ші қабат, 3-ші қабат. Және ең соңғы 4-ші қабатта бар. 4-ші қабат? Иә, ол біздің астымызда. Яғни қазір біз 1-ші қабаттамыз. Жүр, қазір мен сені бір кісімен таныстырайын. Ол кісі маған ең жақын кісі. Сондықтан жүр. Ол мен үшін өте маңызды. Және сен үшін де. О, аға, келдің бе? Иә, келдім. Мен саған болашақ әйелімді таныстырып қояйын. Мінеки, бұл Мия. Сен айтқан қыз осы ма? Иә. Бұл қыз сен сипаттағаннан да өте әдемі ғой. Иә. Мен адамдарды, әсіресе әдемі адамдарды дұрыс сипаттай алмайтынын білесің ғой. Иә, бұрыннан білем ғой. Сәлем, Мия. Сәлем. Қалың қалай? Менің халым ба? Сен енді біздің отбасымыздың бір мүшесісің, және бұл туралы білуің керек деп ойлаймын. Иә, айта берсем болады. Жалпы Мия, мен өте қатты ауырып жүрмін. Және маған мүлдем донор табылмайды. Содан кейін мен өзімді күннен күнге нашар сезініп жүрмін. Сондай мен халім. Кешірші, мен білмеппін. Ештеңе етпейді. Енді ағаң екеуің бірге бақытты боласыңдар. Иә. Бірақ біз сені жоғалтқымыз келмейді ғой. Сондай болып тұр енді. Жақсы, сен әлі-ақ жазып кетесің. Саған донор міндетті түрде табылатын болады. Соған сенуің керек ең бастысы. Иә, мүмкін табылатын шығар. Ал енді той туралы сөйлесейік. Айтпақшы, Мия, мен саған бір нәрсе айтудан ұмытып кетіппін. Не нәрсені? Жалпы біз осы тойды жаң ғана істесек қалай болады? Жаң ғана? Ол қалай сонда? Жаң ғана дегенде бүгін біздің тойымыз ғой. Соны біз өзара істейтін боламыз, көп адам да шақырмаймыз, яғни тек үшеуміз боламыз.
барлық документтер дайын. Соған қол қойып некелесетін боламыз. Жарайды, мен оған қарсы емеспін. Мен үлкен тойларды онша ұната бермеймін, және адамдардың көп келгенін. Жақсы, оламызды біз келістік. Енді бірге отырып әңгімелесіп отырайық. Жүріңдер. Айтпақшыдай, мен Мияны осы үймен толық таныстырмақпын ғой. Мия, жүр. Сен жалғыз отыра бересің бе? Иә, мен отыра беремін, кейінірек келесіңдер ғой. Иә, кеттік. Айтпақшыдай, сенің қарындасың сондай күшті ғой. Әрине. Бірақ ол ұзақ жасамайды. Не себептен? Себебі оның бүйрегі дұрыс жұмыс жасамайды. Және оның 3-4 жыл өмірі ғана қалды. Бұл біздің қызығымызды енді көрейін деп еді. Бірақ сен көріп тұрсың оның жағдайын. Ол тым әлсіз. Ол 3-4 жыл жасай ма, жасамай ма, ол белгісіз. Дәрігерлердің айтуынша, ол 3-4 жыл дегенмін, ол ең ұзақ жасайтын жылы. Ол не 1-2 ай жасауы мүмкін, белгісіз. Жүр. Сонда оған не керек? Оған бүйрек керек. Бүйрек, сонда оған әлі де донор табылмады ма? Жоқ, оған әлі донор табылған жоқ. Ол туралы кейінірек сөйлесейік. Жарайды. Айтпақшыдай, Анна, сенің бүйрегің ауырады деп естідім. Иә, дәл солай, мен бүйрегім ауырады. Менің онша көп жыл жасамаймын. Мен қазір қатты әлсіреп жүрмін. Сонда саған лайықты донор жоқ па? Жоқ, неше жылдан бері іздеп келе жатыр. Бірақ мүлдем донор табылмайды. Ешкім маған бүйрегін бергісі келмейді. Олай болса, мен саған бүйрегімді берейін. Біз енді ғана бір үлкен отбасы болдық қой. Шын ба, Мия? Сен қандай мейірімді жансың? Иә, Мия, мен сені сол үшін таңдадым ғой. Сенің мейірімділігіне. Иә. Анна ол өмірге лайықты жан. Қазір Анна күте тұр, мен су әкелейін. Не ол шынымен сеніп қалды ма? Иә, сондай ғой бұл. Мен сол үшін оны таңдағаным. Бұл қыз мүлдем ойланбайды екен. Иә, оның осындай қасиетін бұрыннан білетін. Сол үшін мен осыны таңдағам. Бізге ең лайықты адам ғой. Иә. Айтпақшыдай, бұның бүйрегін алғаннан кейін сен оны не істейсің? Білмеймін. Бұның бүйрегін алғаннан кейін мені не істейтінім мүлдем қызықтырмайды. Өзім адамдарыма айтамын, осының көзін құртсын деп. Содан кейін барлығы жақсы болады. Ең бастысы сен сауығып кетсең болды ғой. Иә, бұл тыныш, ол келе жатыр. Неге су ішіп ал?
Рахмет, сен болмағанда не істер едім? Иә, сенің осындай мейірімді мінезіңді бұрыннан байқағам. Және сол үшін саған ғашық болғамын ғой.